Қазіргі жағдайда бәсекенің дамуы жетілген және жетілмеген бәсеке ретінде бөліп қарастырамыз. Бұл тренингте экономика үшін біз бәсеке мен бәсекеден болатын пайда туралы әңгімелесетін боламыз. Әдетте бизнес иелері бәсекелестердің болмауын қалайды. Бұл заңдылық. Біз ойлаймыз, бізге бәсекелес болған жерде біздің өніміміз өтер ме екен, жақсы өтер ме екен, бұл жерде клиентке талас деген пайда болады. Кәсіпорындар бәсекесіз барлық нарық тек оларға тиесілі болады деген қате ойда болады. Іс жүзінде бәсеке қажет. Себебі ол экономикалық өсудің маңызды аспектісі және кәсіпорын мен жалпы нарықтың даму тетігі болып табылады. Әрине, сіздер де ойлайтын боларсыздар, бәсеке болмаса керемет болар еді. Жоқ, бәсеке болмаса бұл жерде кәсіпорынға да және тұтынушыға да клиентке де жақсы жағдай туындамас еді. Себебі бәсекенің арқасында ғана біздер жетілуге, өзін жетілдіруге, клиентке жақсы сапалы қызмет көрсетіп, немесе сапалы өнім ұсынуға тырысамыз. Клиент бізге келсін, біздің компанияның клиенті болсын деген жақсы бір шаруалармен айналысамыз. Бәсеке тұтынушыға ғана емес, бизнеске де тиімді. Тиімді бәсеке инновацияны ынталандырады. Технология арқылы өнім сапасы мен клиенттерге қызмет көрсету сапасы жақсарады. Бәсеке өндірушілерді, сатушыларды өздерінің әлеуетті тұтынушыларына көңіл бөлуін талап етеді. Олардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында олардың тілектерін жақсы түсінуге мәжбүр етеді. Бәсеке деген не екенін түсінуге тырысайық. Мәселен, сізде пиццерия бар. Әрине, сіз бәсекелесеңіз, сіз ойлайсыз, ол қаланың басқа пиццериялары деп. Бірақ егер ойлап қараңыз, сіздің қалаңызға келген клиент 2 GIS бағдарламасын басу арқылы іздейтін болса, ендеше ол бағдарламада, қосымшада сіздің пиццериядан басқа, әрине сол жердегі азық-түлік дүкені де шығып тұрады. Сол жердегі супермаркет те шығып тұрады. Сол жердегі мейрамхана да шығып тұрады. Сіз ойлайсыз, бұның бәрі бәсеке емес деп. Әрине, бұлардың барлығы сіздің бәсекелестеріңіз. Жетілген бәсекелестік белгілерін қарастыратын болсақ, шексіз бірдей сатушылар мен сатып алушылар, сатылатын өнімнің бір тетігі мен бөлінгіштігі, нарыққа кіру немесе шығу үшін кедергілердің болмауы, өндіріс факторларының жоғары ұтқырлығы, барлық қатысушылардың ақпаратқа тең және толық қол жеткізуі. Әрқалай таныса беретін болсаңыздар, мәселен біздер жаңа сәбіз сататын адамдарымызға қайтып оралайықшы базардағы. Әрине, біз айта алмаймыз базардың ішінде тек қана 20 адам сәбіз сатсын деп. Немесе айта алмаймыз, тек қана 40 адамға дейін сәбіз сатылады деп. Сол себептен онда шексіз бірдей сатушылар бар. Мүмкін сол базарда 120 адам сәбіз сатып тұрғанда, біз оған ешқандай тыйым сала алмаймыз. Және сатып алушылар да әрине. Біз оларға айта алмаймыз, тек қана 40 сәбіз сататыннан тек қана 80 адам келіп сауда жасасын деп. Жоқ, біз білмейміз бұнда. Бұнда шексіз бірдей сатушылар мен сатып алушылар бар. Сатылатын өнімнің бір тектілігі. Әрине, бәрі де сәбіз сатып отыр. Сол себептен оның барлығы бір текті. Біз сәбізден айырмашылықты қылып сата алмаймыз, әрине. Солай ғой. Нарыққа кіру немесе шығу үшін кедергілердің болмауы дейді. Яғни, сол базарға апарып сәбіз сату үшін ешқандай кедергі жоқ қой. Бәріне бірдей, бәрі де әкеліп сата алады. Өндіріс факторларының жоғары ұтқырлығы дейді. Барлық қатысушылардың ақпаратқа теңдігі, толық қол жеткізуі дейді. Әрине, бұл жерде алдымызда тұр 20 сәбіз сатушының бағалары көз алдымызда жазылып тұр. Бізде бірден қарап қол жеткіземіз. Мына кісі 200 теңге, мына кісі 230 теңге. Ана бір кісіде 240 теңге. Әрине, біз өзімізге тиімді бағаны қараймыз. 200 теңгеге қайтып келеміз. Ақпаратқа тең иеміз. Толық қол жеткізе аламыз. Бәсекелестіктің бірде-бір қатысушысы басқасын экономикалық емес әдістермен шешуге тікелей әсер ете алмайтын жағдайдан болу дейді. Олар бір-біріне тікелей әсер ете алмайды сәбіз сатушылар. Еркін бәсекелестік. Олар бағаны өздері белгілейді. Дәл қазір ғана 250 теңге тұрған сәбізді олар 220 деп бір сағаттан соң қоя алады. Егер де олардың өзіндік құнның шығындарының құнын есептеген кезде 185 теңгеге дейін апара алатын болса, олар әрине соны пайдаланады. Монополияның болмауы, монопсозияның болмауы және нарықтың жұмыс істеуіне мемлекеттің араласпауы дейді. Жетілмеген бәсекелестік. Жетілмеген бәсекелестік анықталады. Егер де жетілген бәсекелестік белгілерінің ең болмағанда біреуі сақталмайтын нарық болса. Екі немесе одан да көп сатушылар кейбір бағаға бақылау жасай отырып,
сатушының өзара бәсекелесетін нарықтың сипаттамасы. Сатып алушылар немесе сатушылар нарықтық бағаға әсер ету қабілетін есепке алатын нарықтар. Ауқымнан едәуір үнемдеу тән. Және шығындар азаятын салаларда сатушылар санының азаю үрдісі бар. Салаға жаңа бәсекелестердің кіру үшін қиындықтар болған кезде нарықтар жетілдірілмеген бәсекелеске бейім болады. Бірінші жетілген бәсекелеске естеріңізде болатын болса, бізде нарыққа ешқандай кедергісі жоқ болатұғын. Ал ендігі жерде салаға жаңа бәсекелестің кіру үшін қиындықтар болған кезде бұл әрине жетілдірілмеген бәсекелестік деп аталады. Жетілмеген бәсекелестіктегі нарықтардың түрлері бұл монополистік бәсекелестік, олигополия және монополия.